Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен классикалық шарлотка пирогын дайындаймын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз құрғақ ыдысқа 5 жұмыртқамызды салып, әдемілеп миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы 5 максимум болса, соның үшінші жылдамдықпен мен миксерледім. Осылай әдемілеп көпіре бастаған кезде үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салғаннан кейін араластырамыз жұмыртқамен бірге, яғни миксерлейміз. Жылдамдық сол бойынша қалады. 2 еселеп көтерілу керек көлем бойынша. Үстіне содамызды салып, ары қарай миксерлейміз. Осылай 2 есе көлемі ұлғайғаннан кейін, консистенциясы осындай болған кезде үстіне жаймендеп ұнымызды сала бастаймыз. Ұн міндетті түрде алдын ала електен өткізіп аласыздар. Және ұнды бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Себебі бірден салғаннан кейін көлемі біздің отырып қалуы мүмкін, тестіміздің көлемі. Және араластырып тұрып салған өте тиімді. Мен тестінің отырып қалу қаупі төмен болады. Осылай барлық ұнымызды салып, әдемілеп миксерлейміз. Кішкене қоюланады біраз. Ұнды салып болғаннан кейін де 1 минут, 2 минут миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы сол 3-те тұра береді. Оны көбейтіп, азайтудың қажеті жоқ. Миксерлеп болғаннан кейін сразу алмаңыздар, себебі жан-жағына шашырап кетеді. Осылай алып, жаймен көтергеннен кейін тоқтатасыздар да, ағып кетпес үшін сүртіп аламыз. Одан соң үстіне туралған майдалап 2 алмамызды саламыз. Оны араластырамыз. Араластырғанда да лайфхак, төменнен жоғары қарай араластырыңыздар. Себебі хаотично араластырсаңыздар, көлемі отырып қалады, яғни пирогымыз көтерілмей қалады. Осылай табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне пирогымызды саламыз. Тестімізді, пергамент қағазға, табаға ештеме жағудың қажеті жоқ, өзі оңай түсетін болады. Осылай барлығын салғаннан кейін үстіне 1 алмамызды осылай сәндік үшін қойып шығамыз. Бұл әдемі, қазір жан-жағынан тестілер көтеріліп, өте әдемі болып шығады қазір. Дайын болған пирогты 180 градуста 45-50 минутқа қоямыз. Піскен пирогымызды осылай шығарып аламыз табадан. Менің табам съемный, яғни асты үстінен ажырайды. Жан-жағын осылай алдын ала өткізіп алсаңыздар болады. Егер жабысып қалған жері болса шығады, чтоб пирогыңыз үзіліп кетпес үшін осылай шығарып аламыз дағыны, өзіміздің әдемі тарелкамызға салып қоямыз. Бұл тіптен астында қағазға да жабыспайды, көрдіңіздер, өте тез шешіледі, құрамында май болмаса да. Осындай әдемі пирог болып шығады. Иісі енді бүкіл комнатаны алды ғой. Кескен кезде осылай өте тез кесіледі, жұп-жұмсақ піскенін айтпақшы. Үстіне ағаш шпажканы салып көрсеңіздер болады, тесіп, немесе зубочистка, шпажка жоқ болса, ешқандай қамыр жабыспаса піскен деген сөз. 45-50 минутта полный піседі. Осылай міне көтерілген, объемный, күшті пирог болып шығады. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар.